Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Менің ою тоқу видеома осындай дауыс түсініксіз неге жылдамға қойдыңыз деген сұрақтар көп келіп жатыр. Қазір мен сіздерге YouTube'тың қосымша баптаулар бойынша қалай дауысты өзгертіп алуға болатынын жолын көрсетемін. Дәл осы видеоға қатысты көп сол хаттар келеді, дауысыңыз түсініксіз деп. Бұл жерде енді менде дауысым тездетілген. Қараңыздар, YouTube'тың настройка, яғни баптаулар қосымшасы арқылы дауысты өзгертуге болады. Қазір мысалы мынау менде оригинал өз дауысы. Екі қабат жіппен тоқимын дедім. Бұл жерде мен бір орамнан бірден екі ұшын алдым. Бір ұшы өзі шетінде тұрса, екінші осылай екі қабаттап тоқимын. Олай болса, тоқуды бастаймыз. Өз дауысын естідіңіздер. Енді қазір баптау арқылы өзгертілген тұсын көрсетемін. Видеоны басатын болсақ, бізде жоғары жақта баптаулар белгісі бар. Сол нұсқаны бассақ, бізде төменгі бөлікте міне осы қосымшалар шығады. Бұл жерде біз скорость воспроизведения таңдаймыз. Одан кейін қараңыздар, мына жылжытатын, міне осылай ары бері плюс минусқа жылжытатын қосымша арқылы даусымды бәсеңдетіп алсаңыздар болады. Минусқа қарай, яғни төмендейді, плюсқа қарай көбейеді. Қазір менде бір деген, ол менде оригинал. Демек, мен қазір кішкене сезге түсіп сіздерге енді айырмашылығын көрсетемін. Екі қабат жіппен тоқимын дедім. Бұл жерде мен бір орамнан бірден екі ұшын алдым. Бір ұшы өзі шетінде тұрса, екінші ұшын ортасынан шығарып алдым. Енді осылай екі қабаттап тоқимын. Олай болса, тоқуды бастаймыз. Осылай екі қабаттап тоқимын. Олай болса, тоқуды бастаймыз. Осылай екі қабаттап тоқимын. Олай болса, тоқуды бастаймыз. Және тағы да көп сұранысқа келетін оюдың кестесі. Қараңыздар қыздар, мына тұста менде барлық 4 бөлімі ою тоқуға арналған. Соның алдындағы осы негізгі бөлімі міне осы тұста тұр. Қараңыздар, міне тіпті осының беткі бөлігінде де жазылып тұр, ілмек бізбен тоқылған ою сызбасы деген. Міне осы видеоның қараңыздар 1 минут 41 секундында сіздерге сызба кестесін қалдырып кеткенмін. Сол тұсына жылжытып скрин жасап алсаңыздар болады. Немесе менің арнамда сообщество деген бөліміне кірсеңіздер де, ол жерде менде оюдың нұсқасы берілген. Міне дәл осы жазбамда қараңыздар, оюдың сызбасы көрсетіліп кеткен.